сәлеметсің бе, балақай? Менің саған сұрақ қойғым келіп тұр. Менің әңгімелейтін ертегілерім саған ұнай ма? Ұнаса, лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Жарай ма? Ал бүгін екеуміз достық туралы сөйлесейік. Достық пен татулық жайлы сен не ойлайсың? Достар бір-біріне қалай көмектесуі керек? Ол жайлы мен саған қазір ертегі айтып беремін. Сен жақсылап тыңда. Бір күні жап-жасыл орманда аю, түлкі және қоян үшеуі бірге өмір сүріпті. Олар әрдайым бірге ойнап, бірге тамақ іздеп, тату-тәтті өмір сүрген екен. Бірақ бір күні ол үшеуі апельсин тауып алады. Содан бөлісе алмай жанжал басталады. Олар үшеуі бұл апельсинді қалай бөледі? Қалай ойлайсың? Қоян болса, былай дейді екен: мен ең кішкентайымын, сондықтан маған көбірек беріңдер. Ал түлкі болса: жоқ, мен ақылдымын, мен көбірек жеуім керек, дейді екен. Аю қорбаңдап өзінің жуан даусымен: мен ең үлкенімін, мен көбірек жеймін, деп үшеуі үш жақтан дауласады. Сөйтіп олар дауласып, бір-бірімен ренжісіп қалады. Ал балақай, енді оларды қалай татуластырамыз? Не істейміз? Олардың дауласқанын орманды мекендейтін бір дана ақ көгершін естіп қалады. Ол үшеуіне былай дейді екен: достық бөлісе білуден басталады. Егер үшеуің бұл апельсинді теңдей бөлсеңдер, бәрің де бақытты боласыңдар. Ал түлкі, қоян, аю болса, бұл сөзге тоқтап, үшеуі бір апельсинді теңдей бөліп жеп, қайтадан тату болып, ары қарай ойнауларын жалғастырыпты. Бұл оқиғадан негізгі түйетін ойымыз: достық деген тек қана бірге ойнау емес, бір-біріне көмектесу, бөлісу және түсіністікпен қарау екен. Ал сен қандай доссың? Жауабыңды менің Instagram парақшама тіркеліп, міндетті түрде жазып қалдыр. Сілтемені видеоның астына жазып қоямын. Бүгінгі ертегім тамамдалды. Келесі кездескенше сау бол.